Бүгін сен екі таңбалы сандарды ондықтан аттап баған түрінде қосуды үйренетін боласың. 45-ке 19-ды қосамыз. Баған түрінде есептегенде бірліктерді бірліктердің астына, ондықтарды ондықтардың астына жазу керектігін білеміз. Баған түрінде қосу бірліктерден басталады. Бірліктерді қосамыз. 5-ке 9-ды қоссақ 14 шығады. 14 саны екі таңбалы сан болғандықтан бір тор көзге жазуға болмайды. 14 санында бір ондық, 4 бірлік бар. Сондықтан 4-ті бірліктердің астына жазамыз. Ал бір ондықты есте сақтаймыз. Және ұмытып қалмас үшін ондықтың үстіне кішірейтіп бірді жазамыз. Ондықтарды қосамыз. 4 ондыққа бір ондықты және ойдағы бір ондықты қоссақ, 6 ондық шығады. Жауапты оқимын. 64. Кері амалды орындаймыз. 64-тен 19-ды азайтамыз. Баған түрінде жазғанда бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық жазылатынын білеміз. Баған түрінде азайту бірліктерден басталады. Бірліктерді азайтамыз. 4-тен 9-ды азайта алмаймыз, сөйтіп 6 ондықтың бір ондығын аламыз. 6-ның үстіне нүкте қойып, алынған ондығымызды бірліктің үстіне жазып қоямыз. 10 және 4 бұл 14. 14-тен 9-ды азайтамыз, 5 шығады. 5-ті бірліктердің астына жазамыз. Ондықтарды азайтамыз. 6 ондық болған еді, бір ондықты беріп жібердік. 5 ондық қалды. 5 ондықтан бір ондықты азайтамын, 4 ондық. Осы 4 ондықты ондықтардың астына жазамыз. Жауабы 45.